Құрметті көрермен, бүгін 6 шілде 25 жыл Қорайлы сай ауылдық мекенінде жүрім, Жуан ауылында. Мына осы жердің жергілікті ақсақалы ошақта туып өсіп, бүкіл еңбек өмірі ошақта өткен Наурызғали деген ағамыздың әулеттің үйінде отырмын. Ағамның руы Байбақты, Байбақтың ішінде құл, құлдың ішінде Байсақал екен. Байсақал, Байсаңырақтар ағайындар. Солардың шежіресін тыңдағым келеді. Себебі өзімде Байбақтымын, Байбақтың құлымын. Әжемнен естіп қалған әңгіме бойынша я Байсақал екенімді, я Байсаңырақ екенімді біле алмай жүргем. Дегенмен де осы кісілердің ата бабасымен бір жерде тұрғанына Жуан ағамыздың сол естіп қалған Зереп апамыз, анамыз, Жуан атаның мамасы соғыс кезінде ауылнай болған деп айтып кетті әжем. Сол кезден естіп қалғаным Байсаңырақ, Байсақалдарсыңдар сендер деп. Соны өзім қайсысы екенін білейін деп осы ағаммен кездесіп танысып қалып, соны өз аузынан кішкене бір шежіре бергім келіп, мынандай сұхбат жасап жатырмыз, жазып алайын деп жатырмын. Ал аға, рахмет, қошемет деп қарсы алып жатсыздар. Бүгін өзіңіз бір білгеніңізді, түйгеніңізді айтсаңыз, соны біле жүрейін мен де өзім үшін. Қай жылғы сіз, ат жөніңіз кім? Ошақтың тумасысыз ғой да? 48 жылғымын. Атым Наурызғали, фамилиям Әбілқайыр. Өз әкем Нұрғали деген кісі болады. Руыңыз? Руымыз Байбақты құл ғой, Байсақалымыз ішіндегі ең үлкен ру. Байсақалы руы, сол Өтеғали дегеннен тараймыз біздер. Жуан аға да Өтеғали ғой да? Жуан ағалар да Өтеғали ғой да? Жоқ, ол жаңағы Байсақалдың бірінші баласы Өтеғали, екіншісі Асау деген. Асаудан сол Нұғман, Еламан бұл жаңа тарайды. Олар сол бөлімге жата ма сонда? Жуан ағалар. Байсақал. Байсақалдың екінші баласы Асаудан тарайды ғой. Олар да Жуан ағалар. Иә. Енді менің де естуім ғой, енді біздер қайдан білеміз ол. Жаңағы Жыланды елді мекенінде бүкіл құлдар тұрған. Ол жерде жаңағы су тапшы қыстағы. Қыста сол жерде тұрады, жаңағы жазда қалған адамдар жаңағы мың шұңқыр деген шұңқырда жаңағы су кеткен сайын тек катөлікпен жыланып аға деген су. Одан арғы қатса ашып кетеді. Жаңа тек қуалай береді. Сол судың жыланып аққаннан жыланды атанған. Сол мекенде? Иә, жыланды деген, ол жыланы көп емес, жыланып жаңа су ағады. Ал қыста малдың шаруашылығы, ал ол жазда жаз жайлау мұнау Шәкір деген жерге келеді екен. Шәкір. Сол енді Зеріп, анамыз өзі бір ақын жанды адам. Көріп, сол енді Жуанның әкесі сол ауырып халерден қайтқан ғой. Сол мынау Жуан көрінген, сол Жуаннан да бұрын балдар қайтқан. Мынау енді мынаны Жуаныш деп сол атын қойған екен, Жуан. Жуан қойған. Енді сол елді мекенде қазір адам тұрмайды жөнді. Тек бір малшы тұрады қазір. Адам ол жерде болмайды. Жыланды деген жерде ме? Иә. Сайғұдық бөлек қой да? Сайғұдық бөлек қой енді. Сайғұдық бәрі сол жыланның қарауында болған ғой. Алыс па екі ұрта? Алыс па аралары? Арасы бір салай жер. 20 бір және 30 шақырымдай жер. Енді
Құлдар жыландыда тұрған үшін барлық құлдар да. Құлдың бәрі жыландыда тұрған, осы мынау Сайғұдықта сол уақытта жыландыда бәрі Сайғұдыққа қараған ғой. Яғни Байсаңырақтарда тұрды ма сол жерде? Байсаңырақтарда болды ма ол жерде? Байсаңырақ нағыз болды ол жерде. Ана Байдәулет Қашар сойған ол бөлек, Байсаңырақ бұл бөлек. Қашар сойған деген Байдәулет ол бөлек, де? Бөлек ол. Мына Байсаңырақта сол неде тұрған. Мына Жыландыда. Байсақалшы? Байсақалда бәрі бір тұрған. Иә. Соны енді сол жерде Жуан ағамыз да дүниеге келген. Сол жыланның аты берлік келе жақсы шығуы бұны Жуан ағамыздың тарихына байланысты ғой. Жер атауының белгілі болғаны ма? Иә. Сол енді жерлерде құлдар былай болған, бәрі сауатты болған. Құлдың ішінде Ала Шағорданың офицері болған мұның ішінде. Ал жалпақ кім ой құрма жалпақ Тәжімұхамбет Қали. Ал Алашорданың ішінде офицерін басқарған. Ал соны кешегі Қызыл әскермен екі ортада алғы Алашорданы атып қырып жойып жатқанда, соны алтынға айырбастап құтқарып алған. Ал ол кісі күні кешеге дейін Аққозыда сельсовет председателі болып жұмыс жасап, қазір мына біздің немізде бар, ол кісінің өмір тарихы Қазақстанның несі адам кітабы. Сода ал сол Алашорданың офицері болған. Оның енді балдарда оқымысты болған. Ал Өтеуіл деген баласы, оның сәпсем 28 жасында ба, осым 88 жыл үкім алған. Ал 40-ға шығып кетті, сонда олардың көксегені осы қазіргі біздің егемендігіміз. Егемендікті көксеген. Тәуелсіздікті. Иә, тәуелсіздікті көксеген. Кім дедіңіз, нақты аты жөнін айтып өтіңіз? Тәжімұхамбет Қали. Қай жақтың тумасы, қай жердің тумасы? Ой, бізбен бірге туған. Байбақтың құлы, да? Байбақтың құлы. Біздер Нұрсазан, Нұрғали, Тәжімұхамбет Қали, Қайролла деген 4 ағайынды. Ал сол ана Қайролласы мына Шапайда 4 торқылетті, ренекте Шапайдың. Ал тентек соқты кісі. Сол енді тарих көп қой, кебірсе созып. Сол енді мына бесінгелі сол мынау Қаймолдин Қазез, сол Ақбайыптар сол таба алмай жүр екен. Нені жерін тас күнде шет жейт жоланмен бірге аралап жаңағы жерді бір болған жерін таба алмай қалды. Олар соны іздеп мен таптым. Жаңағы жерді Мыңшұңқырды таптым. Жаңағы зерп анамыздың отырған үйінде таптым. Соның жанында жатқан 2 құлпытас бар екен. Осы бәрін зерттеттік. Осы мынау Үзілдік деген қарындасым бар, Елубаева жұман танушы. Сол екеуміз көп қызмет еттік енді. Оны енді айта берсе десек көп. Ал жұман енді нағыз қазақтың қас батыры ол. Жұманға батыр атағын беру керек. Жұманның еңбегі көп. Жұман деген ол мынау
айтқан ғой. Әйелдің шашылығын ақыры қысқа деген сөзді қайдан айтқан Қайран бабам деп. Әйелдің шашылығын ақыры қысқа деген. Соны енді ата бабамыз қателесіп айтқан ғой деген сөз. Олай емес, әйел адамның ақылы көп. Сол мынау жері барамыз. Енді сода қазір 96-ға келіп отыр. Ол кісінің еңбегі көп. Енді Жуан ағай 68 жасында қайтты. Ал